Екі бау-бақша иесі туралы. Алла тағала Бәну Исраил қауымы ішінде бір адамға екі ұл перзентті нығмет етіп берді. Әке екі ұлын тәрбиелеп өсірді. Олар есейіп ер жетті. Екі ұлдың бір ата-анадан туылғандығына, бір отбасында бірдей тәрбиеде өскендігіне қарамастан, табиғаттары да, мінездері де түрліше қалыптасты. Әкелерді оларды диқаншылыққа баулыды. Олар диқаншылықпен айналысып, түрлі жеміс өсіріп шығаруда асқан шеберлік танытты. Жыл артынан жылдар өтіп жатты. Әкесі қартайып, науқастанып, өмірдің соңы жақындаған сезеді. Ол балаларын шақырып, оларға еңбектерін жалғастыруларын және жек көрушілік, кекшілдік сияқты жаман қасиеттерден аулақ болуларын өсиет етеді. Науқас әкесінің бұл дүниедегі дәм-тұзы таусылып дүниеден өтті. Ол ұлдарына мұраға көп мал дүние қалдырды. Ұлдары әкеден мұралыққа қалған мал дүниені бөлісіп алды. Бірінші ұл жер мен байлықтан өзіне тиесілі үлесін алып, бұл көп нығметтерді берген Алла тағалаға шүкіршілік етіп, мадақ мақтаулар айтты. Уа Раббым, мен кедей пенделеріңді ешқашан ұмытпаймын. Мен сараңдық жасамай, аш-жалаңаш, кедей, мұқтаж пенделеріңе бұл жақсылықтардан өз үлестерін беремін. Уа Раббым, әрқашан өзіңе бойұсынамын, сені дәріптеймін, кешіруіңді үміт етемін. Бұл дүниеде жақсы істерді істеуіме көмектесуіңді және қиямет күні жәннатыңа кіргізуіңді сұраймын. Уа Раббым, дүниеде де, ақыретте де саған мадақ болсын дейді. Ал екінші ұл бірінші ұлға мүлде ұқсамайтын еді. Ол әкеден қалған мұрадан өз үлесін ала салысымен оны қазынаға салып құлыптап қойды. Кедей мұқтаждарға ешбір садақа жәрдем бермеді. Егер бір кедейді көретін болса, аяп, жүрегі жұмсап кетпеу үшін көзін жұмып алатын. Бір бейшара кедейдің үні естілсе, естімейін деп құлағын жауып алатын. Ол осылайша өмір сүріп жатты. Оның барлық мақсаты байлығын кемітпей, шашау шығармай көбейту болатын. Ағасы бергеніндей малының зекетін де бермеді. Бұл ағалы-інілі бір туғандардың Құран кәрімде келтірілген қызықты да пайдалы хикаясы бар. Алла тағала ағалы-інілі екі бауырға мал дүниені молынан беріп, көп бала шаға және жақсылықтар нәсіп етті. Алла тағаланың нығметін білмейтін екінші ұл көптеген бау-бақша сатып алды. Тын бастан еңбек еткен ол сатып алған жерлеріне егін егуге ерекше мән берді. Еңбектенумен оның байлығы, мал дүниесі арта түсті. Аллах оған өте әдемі екі бау-бақшаны нәсіп етті. Бау-бақшада өте көп жүзім ағашы болатын және айналасын құрма ағаштары орап тұрды. Сондай-ақ сарқырап аққан бұлақтар, өзендер, әр алуан тәтті жеміс-жидектер көз жауын алатын. Бау-бақшаларды көрген адамдар олардың әдемілігін, алуан түрлі ағаштарын, бұлбұл құстардың сайрап тұрғанын көріп, бұл жәннат бақтарының бірі деп ойлап қалатын еді. Екінші жылға берілген нығмет мұнымен бітпей, бұған қоса Алла тағала оған көп бала шағаны да берді. Балалары да мал дүние жинауда әкелеріне көмектесіп, ол теңдесі жоқ байға айналды. Оның байлығы, мал дүниесі ағасынікіне қарағанда бірнеше есе артып кетті. Шындығында да мұншалық байлық, дүние мүлік, аз ғана мал дүниеге қанағат етіп, Алла тағала жолында міскін кедейлерге беруші үлкен ұлда жоқ еді. Ол қолындағы аз мал дүниесіне көңілі толып, Алла тағалаға шүкір айтатын. Және бұл мал дүниесінің көбейген сайын мұқтаждарға тиесілі ақысы бар екендігін біліп, сараңдық танытпай қайыр садақа беріп тұратын. Бірде інісі өзінің қасына келген ағасын көріп, оның кедейлігін келеке етіп, түріңе қарашы, не болып кеткенсің? Не мал дүниең жоқ, не бала шағаң жоқ. Ал менің саған қарағанда байлығым да, бала шағам да баршылық. Бері кел, менімен бірге жүріп, менің екі бау-бақшама кіріп, ондағы жеміс-жидектердің, өзендердің қандай әдемі, керемет екендігін көр. Бұл екі бау-бақшам менің байлығымды күннен күнге асыруда. Бұл жақсылықтар мен нығметтердің менде мәңгілік болатыны даусыз. Мен бұл байлыққа сай адаммын. Бұл ризық несібені Алла тағала менен ешқашан да алмайды, деп біраз тұрды да
қайта сөзін жалғасты. Ал енді сен айтып жатқан қиямет күні келетін болсақ, мен ондай күннің бар екендігіне сенбеймін. Егер сен сияқты есеп күннің бар екендігіне сенер болсам, ол жерде де Алла тағала маған бұл жердегіден артық етіп береді. Оның маған бұл дүниеде осынша байлықты беріп тұрғанын көріп тұрсың. Егер сен айтқандай ақырет бола қалса, маған бұдан да артық несібе берері сөзсіз. Өйткені мен бұған лайықпын. Солай емес пе? Деп күліп мазағын жалғастырады. Мүмін ағасы пенделікке беріліп кәпір болып кеткен інісіне қарап, оның хәліне күйініп жылайды. Оның сенімін дұрыстап, иманға жолдауды қалайды. Ағасы інісіне былай дейді: «Ей інім, сен өзіңді жаратқан, саған бау-бақшаларды, бала-шағаңды ризық етіп берген Алла тағалаға тіл тигізіп, кәпір болдың ба? Сен өзіңді ана құрсағында жаратып, жас нәресте етіп дүниеге келтіріп, кейін қуатты ер азамат еткен жаратушыға күпірлік еттің бе? Сенің ойыңша Алла тағаланың өлгеннен кейін қайта тірілтуге шамасы келмейді ме? Ей інім, екінші рет жарату біріншіге қарағанда жеңілірек. Оның бәрі Аллах тағаланың білімінде аса жеңіл. Ақылыңнан, жүрегіңнен бұл күпірлікті шығарып тастауға тырыс. Бауырым, сен мені кемсітіп, Алла тағалаға маған қарағанда саған көп мал дүние, бала-шаға бергенімен мақтанып тұрсың. Бірақ мен сен секілді мал дүниеге, бала-шағаға ие болмаған кедей болсам да, менің нәпсім бай мүмінмін. Құрметті тыңдармандар, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Шығарылымдардың жиі шығуына және де қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосыңыздар. Мен дүние және оның сәндеріне байланып қалған емеспін. Ей інім, менің ойым және менің сенімімде бұл дүние өткінші, мал дүние мәңгілік емес. Бала-шағаң да біз сияқты өтіп кетеді. Бұл бау-бақшаларың да жоққа шығарып, өзендеріңді кептіріп, ағаштарыңды солдырып тастауға Алла тағаланың шамасы жетеді. Оның Алла тағалаға еш қиындығы жоқ. Ей інім, бау-бақшаға кірген кездеріңде бұлар Алла тағаланың қалауымен болды. Күш-қуат тек Аллах тағаладан ғана келді деп айт. Сенің бұл күпірлігің саған еш пайда бермес. Сондықтан тура жолға бет бұрып, Алла тағаланың нығметі мен құдіретіне сен, күпірлік етпе. Алла тағаланың сені бұл дүниеде көз алдыңда жазалап қоюына құдіреті жетеді, деп насихатын айтты. Бірақ амал қанша? Кәпір інісі ағасының сөзіне құлақ аспады. Керісінше күпірлігі, бірбеткейлігі, өркөкіректілігі арта түсті. Расында ағасы оған насихат айтып, тура жолды көрсетті. Бірақ ол түсінбеді. Алла тағалаға иман да келтірмеді, шүкіршілік те айтпады. Мүмін ағасы кәпір інісіне насихатын айтқаннан кейін үйіне қайтты. Ол күпірліктің ақыры жамандыққа ұрындыратынын, күпірлік ұзаққа созылғанымен де мәңгі еместігін білетін. Өйткені Аллах тағала адамзаттың иманға берік, дінге адал болуына ғана риза болады. Расында да істің аяғы солай аяқталды. Бұл кәпір інісі бір күні өркөкіректілікпен мақтаншақтығын тағы да асырып, марқайып, масаттанып қайту мақсатымен бау-бақшаларына келді. Сұмдық, ол көрген көріністің қорқыныштысын айтсаң ғой. Ол бау-бақшасына келген үлкен кесапатты көріп, есінен тана құлады. Өзендердің суы тартылған, ағаштардың тамыры құрғап, бұтақтары қураған, гүлдер солған, жемістер төгілген. Бірде-бір әрекеттің, тіршіліктің және қуаныштың белгісі байқалмайды. Екі бауға не болды? Екі бақшаға тынбастан еңбек еткенде барлығының зая кеткені ме? Кәпірдің таңдайы құрғап, қолдарын аузына апарып, саусақтарын тістеп, өкініштен басына түскен ауыр қайғыдан айқайлап жылай бастады. Расында сұлулық біткен, жақсылық кеткен, мал дүние, байлық таусылған еді. Мақтаныш пен өркөкіректік, күпірлік пен сенбеушілік қайда қалды? Олардың бәрі бір сәтте жоқ болды. Енді оған айқай, көз жасы пайда бермейді. Ол өзінің өкінішін, қайғысын көрсететін ең соңғы сөздерін айтты. Бұл сөздерді ол бүкіл жақсылықтардан, нығметтерден айырылғаннан кейін ғана айтты. Әттең, мен Раббыма бірде біреуді серік қоспауым керек еді, дейді. Мұны өкінгеннен кейін айтты. Бірақ
Бұл өкініш оған пайда бермеді. Оған Алла тағаланың жазасынан, азабынан құтқарып, көмек беретін ешкім болмады. Міне, тәкаппар жігіттің ахуалы осылай аяқталды. Ол жеңіске жете алмады. Бұл оқиға Құран кәрімнің Кахф сүресінің 32-44 аяттарында баяндалған. Алла тағаланың нығметтерін қадірлеу керек. Алла тағала тек қана байлыққа ие болу үшін әрекет жасайтындарды ұнатпайды. Алла тағала пенделерінің мал дүниені нығмет етіп берген өзіне ғана ғибадат жасағандығын қалайды. Егер мал дүние адалдықпен келіп, игілікті істерге ғана жұмсалатын болса, бұл шүкіршілік етудің ең жоғары көрінісі болмақ. Ал дүниесін арам жолмен тауып, арам істерге жұмсайтын кісінің ақыр соңында өкінері сөзсіз. О Аллах, иманымызды берік етіп, біздерге иман жолынан адаспауды нәсіп ет. Әлемдердің Раббысы Аллахқа мадақ. Құрметті оқырмандар, әр күн сайын арнамда жаңа оқиғалар болады. Лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар.